Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға цифрлық техника пәні бойынша 05-07-02 автоматтандыру және басқару және 05-07-18 электроэнергетика мамандықтарының студенттеріне арналған видео дәрісі ұсынылады. Дәрістің тақырыбы: логикалық элементтер, негізгі логикалық элементтерінің ақиқат кестелері. Дәрістің жоспары: буль алгебрасының негіздері, логикалық схемалар. Дәрістің мақсаты: логика алгебрасының негіздерімен, элементтерімен, отандық және шет елдеріндегі шартты белгілерімен таныстыру, логикалық функциялар туралы түсініктеме және анықтамалар беру. Буль алгебрасында тек 0 немесе 1 деген екақ сандар бар. Екіліктер жүйесінде жұмыс істейді осы сандар. Адамзат ондық санақ жүйесімен есептеуге әдеттенген. Бірақ техникада одан да қарапайым екілік санақ жүйесі қолдану ұтымды болып отыр. Себебі осы жүйедегі сандардың екақ мәні болып, электрондық схемалар жүйесінің жұмысына сәйкес келеді. Логикалық элементтер жұмысын нақты түсіну үшін оларды кілт арқылы көрсетеді. Мысалы, мына слайдтың бірінші суретінде кілт А тізбекте түрде қосылып тұр. Оның жұмысын индикатор көрсетіп тұр. Көріп отырғандай, индикаторға тоқ барып, ол қызыл түспен жанып тұр. Бұл бар немесе ақиқат деген, ал цифрлар тілінде 1 деген сигналына тең. Жанында тұрған суретінде кілт А ажыратылып тұр. Индикатор көрсетілгенде сөніп, ол жоқ немесе жалған, ал цифрлар тілінде 0 дәрежелі сигналына тең. Оларды логикалық алгебраның немесе буль алгебрасының заңдары мен амалдары дейді. Джон Буль деген ағылшын математигі. Амалдардың қарапайым негізгі түрлерімен таныса кетейік. Түрлі екілік функцияның n айнымалыларының анықтау аймақтары шеткілік. Мұндай функция ақиқат кестесімен беріледі. Толығырақ слайдта беріледі. Бұл жерде А және Б кіріс айнымалылары, ал F шығысы. Әр функцияда өзіндік логикалық элементі бар. Түгел логикалық элементтерде бірнеше кірістер болады. Шығысы біреу ғана. Мысалы, 3 кірісі бар или қазақша немесе элементінің жұмысын келесі функциямен жазуға болады. Көріп отырғандай F-тен A қосу B қосу C. Логикалық элементтер арасында бір ерекше элемент бар. Ол не? Қазақша емес элементі. Онда бір кіріс қана болады, және бір шығысы. Или немесе элементінің жұмысымен танысайық. Ол логикалық қосу, дизъюнкцияға сай болады. Белгісі суретте көрсетілген. Төменде отандық және шет елдеріндегі шартты белгісі көрсетілген. Бұл жерде екі кірісі бар или элементі салынған.
Яғни қосындылардың біріншісі немесе екіншісі немесе үшіншісі немесе тіпті бірнешеуі бірге тең болса, оның қосынды қорытындысы да бірге тең болады. Сондықтан осы амалды орындайтын схемаларды немесе орысша или ағылшын тілінде OR деп атайды. Алдарыңызда көрсетіліп тұрған ақиқат кестесі болады. Мына суретте айтылып отырған элементтің Electronics Workbench бағдарламасындағы жұмыс істеу принципі көрсетілген. Сол жақтағы суретте механикалық схемасы салынған. Бұл жерде екі кілт параллельді жалғанған. Оң жақтағы суретте логикалық элементі арқылы құрылған схемасы. Негізі екеуі бір схема, бірақ екі амал бойынша қосылған. Көрсетіліп тұрғандай, егерде бір ғана кілт қосылып тұрса, шығыста әрдайым биік дәрежелі сигнал болады. Қарапайым тілінде бірге тең сигналы. С индикаторы жанып, осы нәтижесін көрсетіп тұр. Екі кілтте қосылып тұрса да, осы нәтиже болады. Яғни, шығысында бірге тең сигналды аламыз. Енді И және логикалық элементімен танысайық. Оны логикалық көбейту, немесе конъюнкция дейді. Белгісі суретте көрсетілген. Төменде отандық және шет елдеріндегі шартты белгісі көрсетіліп тұр. Бұл жерде екі кірісі бар И элементі салынған. Ауызша тұжырымдасақ, көбейткіштердің біріншісі және екіншісі және үшіншісі тек бәрі бірдей бірге тең болғанда ғана көбейту қорытындысы да бірге тең. Сондықтан мұндай амалды орындайтын схемалар және орысша айтқанда И, ағылшын тілінде AND деп аталады. Алдарыңызда көрсетіліп тұрған ақиқат кестесі болады. Мына суретте айтылып отырған элементтің Electronics Workbench бағдарламасындағы жұмыс істеу принципі көрсетіліп тұр. Сол жақтағы суретте механикалық схемасы салынған. Бұл жерде екі кілт тізбектей жалғанған. Оң жақтағы суретте логикалық элементі арқылы құрылған схемасы көрсетіліп тұр. Егерде бір кілт ажыратылып тұрса, шығыстағы С индикаторы әрдайым сөніп нөлге тең болады. Нәтижесінде биік дәрежелі сигналды табу үшін қарапайым тілінде бір сигналын, ол үшін барлық кілттер бірге қосылып тұруы қажет. Келесі танысатын логикалық элементіміз ол не? Қазақша емес элементі. Оны логикалық терістеу, инверсия дейді. Бұл ерекше элемент. Өйткені шартты белгісіне қарасақ, онда бір ғана кірісі бар. Ал ақиқат кестесіне қарасақ, бар болған 0 мен 1 цифрлары болғандықтан,
Айнымалының сан мәні келесі: 0 болмаса 1 болғаны, 1 болмаса 0 болғаны. Бұл амал емес. Орысша не, ағылшын тілінде not деп аталады. Осы амалды орындау айнымалы үстіндегі сызықшамен көрсетіледі. Өндірісте кең таралған логикалық схемалардың бірі TTL, яғни транзистор, транзисторлық логика негізінде жасалынған және емес, орысша айтқанда ине, ағылшын тілінде not and схемасы, немесе емес, или не, ағылшынша not or, келесі элемент болдырмайтын немесе, орысша исключающий или, ағылшынша XOR деп атайды. Болдырмайтын немесе емес, исключающий или не, ағылшын тілінде XNOR деген элементтері де бар. Мына слайдта және емес элементінің айтып кеткенде Electronics Workbench бағдарламасындағы жұмыс істеу принципі көрсетіліп тұр. Бұл элементтің ақиқат кестесін зертханалық жұмыста студенттер табуға қажет. Қысқаша айтқанда, ол және элементіне қарама-қарсы жұмыс істейді. Суреттегі механикалық схемасына қарасақ, екі тізбекті жалғанған кілттерге параллельді жүктеме, яғни резистор жалғанып тұр. Ал жанындағы суретте логикалық және емес элементінің шығысында домалақ жалғанған. Ол инверсия, не элементі болып тұр. Мына слайдта немесе емес элементінің айтып кеткен Electronics Workbench бағдарламасындағы іс-әрекет принципі көрсетіліп тұр. Бұл элементте немесе элементінде қарама-қарсы жұмыс істейді. Схемада көрсетілген жүктеме және не элементі қосылған. Қысқаша айтқанда, кірістің біреуі немесе барлықтары да бірге тең болса, шығыста тұрақты 0 болады. Мына слайдқа назар аударсақ, болдырмайтын немесе логикалық функциясы берілген. Элемент қалай жұмыс істейтінін қысқаша түсіндіріп кетейін. Егер кірістердің біреуі ғана бірге тең болғанда ғана шығыста бір сигналын табамыз. Кірістер бір-біріне тең болса, шығыста 0 болады. Мұның бәрін эксперимент түрінде схемаларды жинап, ақиқат кестесін студенттер табу керек. Болдырмайтын немесе емес элементінде екі кіріс бір-біріне тең болғанда ғана шығысында бір сигналын табамыз. Мына слайдта логикалық элементтердің шет елдеріндегі шартты белгілері көрсетілген. Келесі көріп отырған слайдта логикалық элементтердің отандық шартты белгілері көрсетілген. Байқасаңыздар,
емес деген элементі бар функциялардың шығыстарында домалақтар тұр. Бұл терістеу, яғни инверсия элементі. Мына слайдта сіздер логика алгебрасының ережелерінің екі негізгі формаларымен танысуларыңызға болады. Яғни, біріншісі дизъюнктивті нормалды формасы. Көріп отырғандай, бұл жерде 4 айнымалылар көбейтіліп, қорытындылары қосылады. Мұны көбейтіндердің сомасы дейді. Екіншісі конъюнктивті нормалды формасы. Бұл жерде айнымалылар қосылып, қорытындылары көбейтіледі. Оны сомалардың көбейтіндісі дейді. Логика алгебрасында 10 ережелер бар. Мына суретте 3 ережесімен танысуға болады. Толығырақ айтсақ, бірмен жұмыс істеу заңы, оның 4 көрсету варианттары бар. Бұл жерде бір дегеніміз ол тұрақты шама. Басқалары айнымалы шамалар. Оларды қосу және көбейтуге болады, және бұл заңда терістеу элементі де бар. Келесі нольмен жұмыс істеу заңы. Осы алдыңғы заңға ұқсас болып тұр, ал қайталау заңы ерекше. Толық айтсақ, бір айнымаланы өз-өзіне бірнеше рет қоссақ та, көбейтсек те, оның қорытындысы сол айнымалыға тең болады. Мына слайдтағы терістеу заңын қалай түсінуге болады деп ойлаған шығарсыздар. Оның мәні өте қарапайым. Мысалы, сіз кіріске 1 берсеңіз, және оны 2 инверсия, яғни терістеу элементінен өткізсеңіз, не болады? 1-ді инверсияласақ, ол 0-ге тең болады. Тағы 1 рет инверсияласақ, сол элементтің шығысында қайтадан 1-ді аласыз. 5-ші және 6-шы коммутативтік және ассоциативтік заңдары мектептегі математика пәнінен білесіздер. Бұл заңдар сіздерге жаңалық емес деп ойлаймын. Келесі дистрибутивті заңға қарасақ, бұл жерде теңдеулердің оң жағы мен сол жағы бір-біріне тең екендігін анықтау керек. Шешімді бірнеше жолдармен табуға болады. Мысал үшін, схемаларын құру арқылы, немесе тырнақшаларды ашып, математикалық түрде, немесе ақиқат кестесі арқылы анықтауға болады. Жұтып алу және клейлеу заңдары да осылай анықталады. Айтып кеткендей, осы заңдарды анықтау үшін ешқандай қиындықтар тумайды. Де Морганның дуалдық заңы конъюнктивті нормалды формасынан дизъюнктивті нормалды формасына көшуін көрсетеді. Бұл заңды ақиқат
кестесі арқылы немесе схемалық түрде ғана анықтап түсінуге болады. Мына суретте жаңа танысқан логика алгебрасының ережесінің немесе аксиомасының схемасы көрсетілген. Салынып тұрған бірмен жұмыс істеу заңы. Бірінші схемада бір дегеніміз айтып кеткендей тұрақты шама. Және мына жерде А айнымалы кілт арқылы көрсетілген. Кілт қосылып немесе ажыратылып тұрса да, нәтижесінде лампа жанып, бір деген сигналын көрсетіп тұра береді. Жанында салынған логикалық элементісі дизъюнктор, немесе орысша или немесе элементі арқылы істелінген схема. А мен терістелінген А-ны қосу. Байқасаңыздар, бұл жерде айнымалы біреу ғана, тек А. Мұның нәтижесі бірге тұрақты тең болады. Негізі осы схемаларға қарап, түгел 10 заңды құруға болады. Эксперимент түрінде зертханалық жұмыста әр логикалық элементтің және заңдардың ақиқат кестелерін студенттер табуға қажет. Студенттің өзіндік жұмысына арналған қысқаша баяндамалар тақырыптарына тоқтап кетейік. Ол бірінші, санау жүйелері, даму тарихына шолу жасау, негізгі логикалық элементтердің схемдік техникасы туралы, логикалық жабдықтарының жұмысын баяндау әдістері, негізгі жиынтық жабдықтары, реттеумен жұмыс істейтін жабдықтар, өнеркәсіп автоматикадағы санауғыштар, микропроцессорлық жабдықтардың регистрлері, цифрлік аналогты түрлендіру, қарама-қарсы аналогты цифрлік түрлендіру, арифметикалық, логикалық жабдықтардың даму тарихы, цифрлік автоматтар, цифрлік микросхемалары негізінде генераторлар және импульс санауғыштарын жасау. ПЗУ және соны құрастыру негіздері, ОЗУ даму кезеңдері, қолдану аймақтары, микропроцессорлық техникасының даму тарихы туралы, микроконтроллерлер, сигналды процессорлар, технологиялық процестерін автоматтандырудағы микропроцессорлық техникасы туралы қысқаша баяндама. Толық тақырыптардың тізімін студенттер оқытушыдан алады. Немесе студенттер қызық заманға сай тақырыптарды өзіндік түрде ұсынса да болады. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі өте үлкен. Университет кітапханасында барлық қажетті кітаптар бар. Осы дәрісті әзірлеу барысында келесі әдебиеттермен қолдандым. Карлащук. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench деген кітап. Келесі авторы Криштрафович. Промышленная электроника деген кітап.
Келесі кітап «Основы промышленной электроники» под редакция Герасимова деген кітап. 86 жылы шыққан кітап. Уақыттарыңызды алмау үшін бұл толық тізім емес. Қажет болса, осы мамандықтың оқу жұмыс бағдарламасында негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі толық көрсетілген. Осымен дәріс аяқталады. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.